Алыс сапарға аттанарда саяхаттан мүлдем өзге адам болып қайтатыныңызды ұмытпаңыз. Мол тәжірибе мен жаңа білім жинақтайтыныңыз сөзсіз. Біздің бағдарламамыздың жүргізушілері Антон Дукровец пен Жұлдыз Рахмет Қазақстанды кезіп жүр. Өткен шығарылымымызда олар Катон-Қарағай қорығында болып, шипалы Алтай балынан дәм татты. Язовая көлінде балық аулап, үстірттің шетіне дейін жеткен еді. Бұл жерде табиғат өзінің қиялына ерік бергендей, аппақ түстегі ерекше керемет ландшафт пайда болған. Бүгінгі сапарымыздың да қызықты болатыны анық. Антон бастаған бірінші түсірілім тобымыз Рахман қайнарына барады, ал екінші тобымыз Батыс Қазақстан сапарының соңғы нүктесі Үстірт мемлекеттік қорығына ат басын бұрып, қауіпті жабайы жануарларды тамашалайды. Сіздер бізбен бірге еліктірер саяхатқа шығуға дайынсыздар ма? Ендеше ыңғайлырақ жайғасып, теледидардың дыбысын қосыңыздар. Біз бастаймыз. Таңның да тамаша болатын кездері бар ғой. Бүгін Антон үшін сондай күн. Ол түсірілім тобымызбен бірге Алтай тауларының жүрегіндегі Рахман қайнары шипажайына жол тартады. Туристік база Өскемен қаласынан 450 шақырым жерде Катон-Қарағай ұлттық паркінде орналасқан. Жақын маңда Ресей, Қытай және Моңғолиямен шекара бар. Сондықтан қонақтар арасында қазақстандықтар ғана емес, шетелдіктер де көптеп кездеседі. Дәл қазір біз кезекті келесі түсірілім тобымызға береміз. Олар бүгін Маңғыстау өңіріндегі түсірілімді аяқтайды. Сапардың соңғы нүктесі Үстірт мемлекеттік қорығы. Тот ландшафт, который здесь есть, его больше нигде нет. Бұл жердегі ландшафт әлемнің ешбір жерінде жоқ. Бұл шөл болғанымен табиғаты ерекше әсем мекен. Қазір туристердің дені осындай табиғат аясында демалғанды жақсы көреді. Сондықтан келушілер аз емес. На природную среду. Бұл мекенде тіршілік сезілмейді. Су, өзен деген атымен жоқ. Климат құрғақ әрі қатал. Жауын-шашын қыс пен күзде ғана болады. Оның өзінің мөлшері 120 мм-ден аспайды. Жазда аптап ыстық. Ауа температурасы 30 градустан асады. Алайда адым сайын құдық пен қайнарларды көруге болады. Бұл қалай дейсіз ғой? Бұл жер астынан келетін тұщы судың арқасында мүмкін болып отыр. Үстірт мемлекеттік қорығы Маңғыстау облысының бұрынғы Ералиев ауданында орналасқан. Биіктігі 50-ден 3000 метрге дейін жетеді. Қорықтың жалпы аумағы 223.300 гектар. Ол 1984 жылы құрылған. 1984 году. Қызығы, бұл құрғақ мекенде өсімдіктердің 600 түрі бар. Олардың кейбіреуі қызыл кітапқа енгізілген. Қатты сүттіген, баба жапырақ, хиуалық, сораң бұта бар. Өңірдің жануарлар әлемі де барынша бай. Фауна заповедника представлена различными видами змей. Қорықта жыландар мен кесірткенің түр-түрі бар. Үстіртте ғана кездесетін гекконды көре аласыз. Среди птиц на территории заповедника Құстардың негізінен жыртқыш түрлері кездеседі. Тасқара, жыланшы қыран, бүркіт, қарақұс және дала қыраны бар. Қосаяқ, құмқоян тағы басқаларын көруге болады. шканчиков, заяц, песчаник и Жалпы другие. қорық аумағында сүтқоректілердің 44 түрі мекендейді. Около 44 видов млекопитающих. Мұнда жабайы жануарларды тамашалауға болады. Бұл үшін өзге елдерден әсіресе фотографтар мен ғалымдар көптеп келеді. Түрлі зерттеулер жүргізеді. Біздің шексіз елімізді ұзақ сапарлаймыз деп түсірілім тобымыз өркениетті ұмытып кетсе керек. Антонның телефонына күтпеген жерден хабарлама келгенде таң қалысымыз ерекше еді. Байланыс бар, жігіттер, қараңдар, біз қай жердеміз? Рахмановские ключи достигли. Люди. Керемет, ұялы байланыс келіп тұр. Шипажай өз есігін алғаш рет 1964 жылы ашты. Қазірге дейін тұрғындардың ең сүйікті сауықтыру орындарының бірі болып саналады. Жыл сайын мұнда келушілердің саны артуда. Қызмет көрсетудің жоғары деңгейі, пайдалы тағам, жаңа медициналық құрал жабдық. Осының бәрі демалушылардың көңілінен шығып отыр. Заманауи шипажайдың табиғатпен қалай үйлесім табатындығы таң қалдырмай қоймайды.
3 мезгіл тамақ, тұру, сауықтыру, ем-дома, велосипед пен қайық жалға алу, бірнеше экскурсия. Негізінен адамдар туристік агенттерден осындай бәрі қарастырылған жолдамалар алады. Және ең бастысы, шипажай жыл бойы жұмыс істейді. Өте үлкен аумақ, біреуден толығырақ ақпарат алу керек сияқты. О, сәлеметсіз бе? Сіз осында жұмыс істейсіз бе? Иә, осы шипажайдың әкімшісімін. Есімім Қымбат. Танысқаныма қуаныштымын. Менің есімім Антон. Сізге бірнеше сауал қойсам бола ма? Қарапайым туристің мұнда қалай келуіне болады? Бізде 12 күндік жолдама бар. Өскеменнен алып кете аламыз. Немесе бірден осында келулеріне болады. 12-дневные путевки можете приезжать. У нас есть доставка, то есть Усть-Каменогорска. Или можете, да, просто как туристы, кто где там ездит, смотрит и просто попали. Сонда бірден келіп тұра беруге бола ма? Иә, егер бос орындарымыз болса, қонақтарымызды бірден жайғастыруға тырысамыз. Бұл жердегі демалыстың басты мақсаты табиғатпен үндестік табу. Туристер шағын ғана ағаш үйлерде тұрады. Біздің түсірілім тобымызда солардың бірінде қоныстанды. Вот это получается, считается домик двухместным, дополнительно еще 2 места. Мына үй 2 адамға арналған, тағы қосымша 2 орын бар. Бәрі ағаштан жасалған. Міне зал, егер балалы отбасы келетін болса, төсекті жазуға болады. Сөйтіп, отбасымен бірге жайға салады. То есть можно там спокойно заселиться. Бұл жер неткен жайлы еді. Бұл жерге келердің алдында шипажайдың шекара аймағында орналасқандығын ұмытпаңыздар. Сондықтан, егер жолдамаңыз болмаса, өтеуге рұқсат қағазын бөлек толтыру керек. Оның құны өтініш беру мерзіміне байланысты өзгереді. Егер 45 күн бұрын толтырсаңыз, 4,5 мың теңге төлейсіз. Ал дәл жолға шығарда есіңізге түссе 12 мың теңгеге шығындануға тура келеді. Коттеджде тұру бағасы 7 мың теңгеден басталады. Бәрі адам санына байланысты. Балалармен де келуге болады. Кішкентай қонақтар үшін арнайы ойын аймақтары жасалған. Ол жерде түрлі шаралар өткізіледі. Ух ты! Мынау не нәрсе? Бұл радон ауыз суының қайнары. Оны ішуге бола ма? Оны ішу керек. Пайдалы ма? Өте шипалы су. Хорошая вода. Вы советуете? Да. Сіздің кеңес бергеніңізге қарамастан, ішуге қорқып тұрмын. Никаких каких-то как-то даже боязно как-то к минеральной радоновой воде. Ол қандай сырқаттан айықтыра алады? Мені былтыр қыжыл мазалады. Қазір мүлдем кетті. Рахман қайнарларының ауасы радон бар. И исчезло у меня это. Это можно, значит, пить. Ендеше сізге сендім, суды ішемін. Обязательно нужно даже. Ладно. Тепленькая. Радон суының денсаулық үшін пайдалы екенін адамзаттың білгеніне көп уақыт болған жоқ. Химиялық элементтің өзі 20 ғасырдың басында ашылған болатын. Қауіптілігіне қарамастан, радон түрлері медицинада қолданыла бастады. Кейін оған радон терапиясы деген атау берілді. Ол барша әлемде бірден сұранысқа ие болды. Странный вкус такой. Жып-жылы, дәмі біраз бір түрлі, бар сияқты. Бір жағынан дәмі мүлдем жоқ па деп ойлайсың. Радон табиғатта кездесетін ең ауыр әрі қымбат газ. Радон ваннасына шомылғаннан кейін денеде жұқа қабықша пайда болады. Дәл сол қабыршақ емдік қасиетке ие. Бірінші түсірілім тобымыз Рахманов емдік қайнарларында сауығуға әзірленуде. Ал екінші тобымыздың керісінше күштері таусылған, шыжыған күннің астында жүр. Бұл сапар бәрі үшін үлкен сынақ болды. Мұндай жағдайда бір аптадан артық жүргеннен кейін біздің түсірілім тобымыз әлемдегі жалғыз жандар сында көріне бастады. Сондықтан шексіз шөл далада фотографтарды кездестіргенде қуанышымызды жасыра алмадық. Мұнда әдемі жерлер өте көп. Қызықты, ерекше жарқын суреттер түсіруге болады. Маған бұл өңір қатты ұнады, өте жайлы, ешбір жерге ұқсамайды. Фотоға түсіріп үйрену үшін әрине азын аулақ тәжірибе қажет. Үнемі машықтану керек. Біз мұнда осымен 3-ші рет келіп отырмыз. Экспедицияның басты мақсаты туристік жерлерімізді таныту. Журналистер мен блогерлердің басын қосқан Қазақ туризм компаниясы үшін арнайы бағдарлама әзірленді. Олар ғарыш пейзаждары бар бұл мекенде ең алдымен фототуризмді дамыту керектігіне сенімді.
Если честно, мы сейчас смотрим на большое количество фотографий. Қазірде біз Instagram, Facebookке салынатын күніне бірнеше фото көреміз. Олардың сапасы көңіл көншітпейді. И все это очень-очень... Сондықтан адамдар мұнда не үшін келу керек екенін түсінбейді. Бұл жерде не істеуге болады деп ойлайды. Зачем сюда ехать? Что здесь делать? Ал мұнда фантастикалық кадрлар үшін келуге болады. Айтпақшы, біздің байқауымыз жайлы ұмытпаңыздар. Өзіңіздің Маңғыстау өңіріне саяхатыңызды әлеуметтік желілерге салып, Across the Kazakhland хэштегі бойынша бөлісіңіз. Құнды сыйлықтардан құр қалмаңыздар. Егер бұл өңірге енді ғана жиналып жатсаңыз, кәсіби фотографтардың кеңестеріне құлақ түріңіз. Очень важный момент, что люди едут на природу. Адамдар табиғатқа келгенде жарқын фотокадр жасау үшін киімнің маңызды екенін естен шығарып алады. Көзге бірден түсетін киім кию керек. Меніңше кейде адамдар мұндай әсем табиғат аясында фото жасауға дайын болмайды. Өйткені олар сапарға шыққанда не істейтіндерін нақты білмейді. Тиісінше жарқын фотосуреттер жасалмайды. На такой красоте. Жұлдыз кәсіби фото түсірілімге қатыспақ жолы болды деген осы. Бірақ кейін бірнеше мың кадр арасынан ең үздігін таңдаймын деп қиналатыны анық. Ал Антон болса су процедураларына әзірленіп жатыр. Радон суының орталық жүйке жүйесіне оң әсерін тигізетіндігі дәлелденді. Ол жүрек қан тамыр жүйесін реттейді. Бұл ұзақ жолда жүргендер үшін аса қажет. Әсіресе мұндай ванна біздің Антонға керек. Соңғы 2 күнде ол әбден шаршады. Барша әлемде мұндай тек 10 су көзі бар екен. Сондықтан әрине мұнда Австралия, Жапония, тіпті солтүстік Америкадан да туристер келеді. Мұнда су жер астынан атып шығады. Көпіршіктерді көріп тұрсыздар ма? Радон дегеніміз осы. Если вы заметите пузырьки, возникающие на поверхности, это и есть тот самый радон. Бұл су көзі өзінің химиялық топтастырылуы бойынша Ресейдегі Белокуриха және Грузиялық Цхалтуба шипажайларының суларына ұқсас. Су температурасы 34-40 градусқа дейін жетеді. Мұнда біреулер тірек қимыл аппаратын реттеуге, енді бірі гинекологиялық дерттерден айығу үшін келеді. А вот этот камень, вот здесь, называется женский. Ал мынау әйел тасы деп аталады. Егер оған перзентті болуды аңсап жүрген әйел отырса, бірден арманына жетеді. Мен әйел емеспін ғой, сондықтан оған отырмай-ақ қоямын. Радон ваннасын қабылдау уақыты 10 минут. Сондықтан Антонның емдік шараны аяқтайтын кезі келді. Әйтпесе, кері әсері тиюі мүмкін. Қазір біздің екінші түсірілім тобымыз да шомылудан бас тартпас еді. Олар Маңғыстау облысының құрғақ шөлінде жүр. Нақтырақ айтсақ, Үстірт ұлттық қорығын кезуде. Үстірттің басты ерекшелігі оның археологиялық ескерткіштері. Ежелде Үстірт арқылы Шахыр Ивизир қаласы бойымен керуен жолдар өткен. Билеулі керуен сарайы мен Алан қамалы да болған. Караван, сарай, Билеуле, крепость Алан. Ертеде бұл жер тауларды теңізден құрлыққа немесе керісінше өткізуге арналған екен. Белсенді теңіз саудасы 17 ғасырға дейін қызу жүрді. Қазірде мұнда бірде-бір жан жоқ. Жабайы жануарлар аумақ қожайындарына айналды. Мұнда нағыз қабыланды кездестіруге болады. Бұл ағаш басымен жартастарға тез өрмелеп шығатын керемет мысық. Ол жылдамдығын сағатына 90 шақырымға дейін жеткізе алады. Үстірттегі гепардтар жойылып кетті дейді. Алайда жергілікті тұрғындар мұнымен келіспейді. Қорықтағы мысық тұқымдастардың тағы бір өкілі қарақал. Олар сілеусінге біраз ұқсас. Қарақалды үстірттің шыңдарында немесе құмда кездестіруге болады. Сондай-ақ бұл жерде сабаншы, шағыл мысығы мен тарғыл мысық мекендейді. Бұл жануарлардың бәрі қызыл кітапқа енгізілмек. Демек, оларды аулауға болмайды. Тут водится 3 вида парнокопытных. Қорықта қос тұяқтылардың 3 түрі бар. Сайгактар мұнда қыста келеді. Бұл киіктер қорғалатын Қазақстандағы әзірге алғашқы қорық. Қара құйрық пен үстірт арқарының сирек кездесетін түрлері тіршілік етеді. И редкий вид устюртских муфлонов. Этот небольшой... Мынау шағын қой Каспий сыртының тек шөлді аласа тауларында мекендейді.
қорықтың ерекшелігі тек қаз қалпында сақталған әсемдігінде емес. Бұл жерде археологиялық ескерткіштер, кесенелер мен мазарлар да жетерлік. Конечно, есть потенциал и с точки зрения... Әрине, мәдениет, этнография тұрғысынан алып қарасақ та, бұл өлкенің әлеуеті зор. Вещи порой тоже уникальные, которые здесь сохранились. Өйткені мұнда ерекше құнды заттар бар. Бұл тарихы тереңде жатқан киелі жерлерге бай. Естественно, это и святые места, которые своими корнями... Тарихи және археологиялық ескерткіштер қаншама, сондықтан кезіп, аралап, тамашалайтын жерлер жетерлік. Вот. Ну, и, наверное, конечно, и памятники истории, памятники археологии. Біздің сапарымызды әлеуметтік желілердегі АКРЗ Казахленд хэштегі бойынша тамашалауға болады. Қызықты бағдарламаларды қалт жібермеңіздер. Да-да. Иә, бұл сәт өмір емес, ертегі сияқты. Бір кесе көк шай бүгінгі күнді жақсы қорытындылайтын шығар. Мұнда әрбір келуші үшін жеке емдеу курсы әзірленеді. Сондықтан шипажайға келер алдында толық дәрігер қарауынан өту керек. Өйткені радон ваннасының кері әсері де болуы мүмкін. После всех процедур... Барлық ем-домнан кейін біз аға мейірбеке Гүлчахра Гайбулай қызымен әңгімелеспекпіз. Бізге уақытымызды бөлгеніңізге рахмет. Реальные вопросы. Гүлчахра, спасибо, что вы уделили нам внимание. Бұл ем-домды қабылдауға қандай да бір тыйым салына ма? Иә, әрине. Мұнда кейбір сырқаттары бар адамдарға келуге болмайды. Өйткені радоннан соң барша ағзамыз белсенді жұмыс істейді. Сондықтан мысалы ісікті де қоздыруы мүмкін. Весь организм также может эту опухоль простимулировать. Адамдар мұнда тек радонмен емделуге ғана келмейді. Антон үшін сауықтырудың толық бағдарламасы әзірленді. Өзіміз байқап көрмей кеңес бере алмаймыз ғой. У нас есть душевая кафедра, тоже все это. Бізде радон суымен душ кафедрасы бар. Физио емдеу де қарастырылған. Парафитосауна деп аталатын емді де байқап көруге болады. Обязательно парафитосауна. Очень хорошая процедура. Теперь мечтаю. Енді мен солардың бәрін жасап көргім келіп тұр. Побывать внутри. Мы вас ждем. Сізді күтеміз. Рахмет. Спасибо большое. Антон демалысында рахаттанып жүргенде біз Батыс Қазақстандағы жұлдызды байқап көрейік. Бұл не? Өз көзіме өзім сене алар емеспін. Шөлдің арасында кенеттен Көгес ауылы шыға келді. Это настоящий... Көгес шексіз даладағы нағыз жұмақ мекен. Мұнда саяхатшы үшін барлық жағдай жасалған. Бассейн, орындықтар және ең бастысы қонақ үй орнына киіз үй құрылған. Нағыз көшпенділер сияқты осында түнеуге болады. Шиномат. Қонақтарды мұнда нағыз ұлттық дәстүрге сай қарсы алады. Туристер үшін фольклор кештер ұйымдастырылады. Әсем би, дәмді ас, күмбірлеген күй, әуелеген ән, бір сөзбен бәрі бар. Всегда у нас для гостей приготовлены национальные блюда. Біз меймандар үшін әрдайым ұлттық тағамдар әзірлейміз. Сразу, ну, в первую очередь, Ең алдымен бауырсақ, шұбат, қымыз ұсынамыз. Барлық қонақтарды қуана қарсы аламыз. вот. Ну, мы всем гостям, конечно, рады. Этно ауыл аумағы 6 гектар. Тігілген киіз үйлер толықтай ұлттық нақышта жасалған. Оның бәрі қол өнершілерден сатып алыныпты. И каждая юрта у нас... Әрбір киіз үйде жарық бар. Меймандар өздерінің электронды құрылғыларын қуаттай алады. Чтобы могли подзарядить. Ыстық мезгілде ауа салқындатқыштары жұмыс істейді. В жаркое время установлен кондиционер. Егер мен киіз үйде өзім жалғыз қонсам, бағасы қанша болады? Для вас это будет... Сіз үшін 5000 теңге. Часа вы должны заплатить в администрацию 5000 тенге. Жақын жерде дәмхана да бар. Ол жерден кез келген тағамға тапсырыс беруге болады. Наши блюда заказываем, конечно. Біз тағамдарды тапсырыспен жергілікті тұрғындардан аламыз. Олар бізге шұбат, қымыз, балғаймақ, құрт сынды барлық ұлттық тағамдарды әзірлейді. Курты, все национальные блюда они для нас готовят. Экологиялық таза. Чистые. Этноауыл аумағында өсімдіктердің 600-ден астам түрі бар. Келушілер үшін туристік бағыттар қарастырылған. Ең танымалы Шерқала. Ол жергілікті тұрғындар арасында киелі жер деп саналады. А есть ли услуги, например... Ол түйеге мінуге бола ма? Да, для верблюда мы в следующем году, конечно, Иә, келер жылы мұны да жоспарлап отырмыз. Ал әзірге биыл бізде 7 жылқы бар. Кез келген бала мен ересек адам қорықпай міне алады. наездные, то есть любой может ребенок Жандарында арнайы қызметкеріміз болады. Ол көмектесіп жүреді. находиться
человек, который будет консультировать их, катать их, то есть быть рядом с ними. Классно как. Да. А сколько Ал бағасы қанша? Лошади у нас дается... Егер адам нұсқаушысыз таулармен өзім жүремін десе, бағасы 500 теңге болады. По горам, по сопкам. Ну, в принципе, выдается у нас лошадь, то есть уже подготовленная, 500 тенге. Жұлдыз кешке дейін өзіне ермек тапты, ал Антон радон суларының емдік қасиетін сынап көруге әзір. Я чувствую пар. Я попал в фитопарасаун. Буды сезініп тұрмын. Фитобу саунасына келдім. Керемет сезім. Мұның бәрін бағдарлама үшін сынап көріп жатырмын. Это все во имя искусства, конечно. Жуткие страдания. Мұнда ем домалу уақыты 15-20 минут. Бәрі сіздің таңдауыңызға байланысты. Алайда алғашқы 10 минутта ғана ағзадан зиянды заттар белсенді шығады. Келесі 5 минутта пайдалы заттар сіңіріледі. Мұндай ем кезінде ағзаға оңай емес екенін түсіну керек. Фитосаунаны аптасына 1-2 рет қабылдауға кеңес беріледі. Это лучше бани. Бұл Моншадан әлде қайда керемет. Достар, біздің саяхатымыз жалғасуда. Біз қазір Рахманов қайнарларындамыз. Сіздер біздің сапарымызды Across the Kazakhland хэштегі бойынша тамашалай аласыздар. Менің есімім Антон Дукровец. Өзімді керемет сезініп тұрмын. Я чувствую себя человеком. Антонның командасы келесі таңды да Рахманов қайнарларында отырады. Біздің жүргізушілеріміз сауықтыру емдерін қабылдап көреді. Енді көлге қарай бет алып отыр. Оның суы да шипалы дейді. Катон Қарағай қорығында тау көлдері аз емес, алайда Рахманов ішіндегісінің ең көркемі. Көл тоғалы жартастардың арасында жайғасқан. Құстың ұшу биіктігінен қарағанда ұйқыдағы аюдай көрінеді. Большой Рахмановское... Үлкен Рахманов көлінің аумағы 1 шаршы шақырымнан аспайды. Теңіз деңгейінен 1760 метр биіктікте орналасқан. Тереңдігі 30 метр. Ол мұна тар шатқалда жайғасқан. Суы мөп-мөлдір болғаны соншалық тіпті 7 метр тереңдікке дейін көруге болады. Алайда бұл өлі көл саналады. Мұндағы суда қария өмір сүреді деген сенім бар. Егер көлдің ортасына дейін малтып барсаң, ол сені аяғыңнан тартып алып кетеді. Бұл әрине қызық аңыз. Біз осы жердегі балықтарды көрдік қой. Тіпті оларды да тамақтандырдық. Жергілікті тұрғындардың бірі мұнда балық мекендей алатынын дәлелдемек болыпты. Балықтар үшін мұнда барлық жағдай жасалған. Алайда түрлі сарқырамалар кедергі болғандықтан, олар бұл жердің суына жете алмапты. Сонда әлгі адам жақындағы Язовай көлінен балық аулап, осында жібереді. Қазіргі уақытта Рахмановская көлінде қарауыз, алабұғы, шабақ, торта мен сары шабақ бар. Мұнда балық аулауға тыйым салынбаған, арнайы рұқсат болса болғаны. Шілде айында су температурасы 10-12 градус шамасында болады. Өйткені көлге суық биік тау қайнар сулар келеді. Мұнда тек шыныққан және денсаулықтары мықты адамдар ғана шомылады. Антонның Рахманов қайнарлары шипажайындағы демалысы аяқталуда. Соңында біз бағдарламамыздың жүргізушісін қуантып, оған тосын сый әзірлейміз деп шештік. Алған әсеріміз толық болу үшін бізге медициналық корпусқа барып, массаж алуға тура келді. Бағдарлама үшін не істемейсің? Бірнеше күндік саяхаттан соң тынығып дем алдық. После нескольких дней путешествия лежать на столе — это божественно. Иә, Антон, мына алған әсеріңді ұмытпа. Алда сен әлі де қазіргі өркениеттен алыс жерлерге сапар шегетін боласың. Алтай қаз қалпында сақталған табиғат өңірі. Бұл жерге бір рет келсеңіз бірнеше мәрте оралатыныңыз анық. Маңғаз балқарағайлар, сырға толы күлдер, әуенді сарқырама, биік таулар. Мұнда күннің атып батқан шағы да ғажап бір көрініс. Мәңгі есіңізде қалары сөзсіз. Алтай, денсаулықты жақсартып, жан дүниеңіз тынышталатын жер. Батыс Қазақстанның табиғаты да еліктіреді. Ол әлемнің түкпір-түкпірінен келген туристерді өзінің сан алуандығымен баурауда. Каспийдің құмды жағалауы мен үстірттің ғарыш пейзажы бәрінің көңілін баурайды. Еліміздің беймәлім жерлерін бірге тамашалайық. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Алайда біздің саяхатымыз жалғасатын болады. Оның барысын Across the Kazakhland хэштегі бойынша тамашалаңыздар. Жақын арада кездескенше сау болыңыздар.